Ал камерасын қостым. Еркек екенсіз ғой, до конца білмейтін барыпсыз ғой, давайте. Бәрін тізімнен шығарсаңызшы, холодильникке дейін алып беріпті ғой маған. Давайте көрсетіңіз. Көрсетіңіз. Қана, бергені. Не үшін мен шығарғыш? Жоқ, не үшін бер? Сіз неге онда сіз қараңыз? Сіз қараңыз, сіз тыңдаңыз. Не үшін аманат болып отырсың мына арада? Құдайдың аманаты болып. Давайте сіз менің ерімді көтердіңіз ғой сіз. Сіз мен ерімді көтердіңіз, дұрыс па? Холодильникке дейін беріпсіз дедіңіз. Дұрысыз ба? Давайте шығарыңыз данитын бәрін. Жай сөйлеңіз. Бұра сізге камерада айқайлап, неге камераға түсіріп тұрмын? Жоқ, қойыңыз, камера. Жоқ, өзі айтып тұр ғой, камераға түсіріңіз, давайте деп. Жай сөйлесеңіз, жай. Давайте шығарыңыз онда. Маңғара, жай сөйлеңіз. Біз сізге қолымызға келген ғана жәрдемді бере аламыз. Сізге біз міндетті емеспіз. Онда неге айттыңыз кеше? Мынаны әпермеуге. Жай Сакен дегенде звондап жатыр маған депутаттар. Ол сізге қолынан келгенше көмектесті, дұрыс па? Сізге үйді біз осы жерде тұрған заңдылығымен әперіледі. Біз сізге мынаға келіншекке үйді бер деп айта алмаймыз. Дұрыс, тыңдаңыз енді. Осы жерден шыққаннан кейін маған қандай уәде бердіңіздер? Не уәде ол? Сіз біріншіден тыңдаңыз да, сіз маған холодильникке дейін әперіп, до конца барам мен холодильникке дейін мойныма қойып бере аласыз. Өйткені сіз маған айтып отырсыз ғой, маған мен жұрттан алмаған нәрсені сіз алды деп айтып тұрсыз ғой. Айқайламай сөйлеңіз. Болды. Сіз қандай уәдені айтып тұрсыз, соны айтыңызшы. Сіз осы жерде птектің бастығымен сөйлестіңіз ба? Тыңдамаңыз. Мен айтайын да. Мен айтып болайын. Мен айтып болайын. Жоқ, мен айтып болайын да, ағай. Сіз звондадыңыз. Ағай деп. Дұрыс па? Сіз де маған дауыс көтермейсіз. Не үшін отырсыз онда burada аманат болып? Сіз мені әкеп жұмысқа отырғызған жоқсыз, тағы айтамын мен сізге. Сіз халыққа жұмыс жасайын деп отырсыз. Отырмайсыз ба, орныңызды босатыңыз. Көп адам істейтін. Орын адам көп істейтін. Сіз тыңдамаңыз. Енді сіз тыңдаңыз. Сіз уәде бердіңіз ба еркекше маған? Звондадыңыз. Сіз звондадыңыз. Птектің бастығына звондадыңыз. Сөйттіңіз да не дедіңіз? Сөйлестіңіз. Болды, жатқызбай-ақ уәде. Декабрь айында мен шығарып берем деді ол кісі. Дұрыс па? Қыздарың бәрі отыр осы жерде. Ағай, сіз тыңдасаңыз ше, мен до конца барайын да. Действительно ауру птектен шығару керек болатын болса шығарады. Ал заңға сәйкес болмайтын болса шығармайды, мен сізге тағы айтайын. Сіз қараңыз, маған олай айтқан жоқ едіңіз кеше. Мен осы жерде тұрдым. Сәкен ағай отырды. Сіз отырдыңыз, телефонмен сөйлестіңіз. Дұрыс па? Ол кісі маған айтты ғой, құжат міне бар менің қолымда документ, бір ай емес. 3-4 жыл мен жүгірдім дедім. 3-4 жыл жүгіріп баламды емдетіп жүрмін дедім. До конца тыңдаңыз. Сіз тыңдаңыз до конца. Больницаға сол кезде тіркеттіңіз ғой, сіз қаяқтан емдеттіңіз? Мен апартта жүрмін. Кентаудан көшіп келгеніңізде 2 жыл болды ма сіздің? Сіз қараңыз. Өтірік айтпаңыз маған өйтіп. Өтірік айтпаңыз. Давайте жинаңыз. Аппарат жинасаңызшы менің артымнан. Сосын қай жылдан бастап келдіңіз сіз? Пожалуйста, көріңіз данныйды. Сіз енді айтсаңызшы. Сіз тексеріңіз. Сіз жаңа бәрін тексеріп отырдыңыз ғой. Сіз барын тексеріп отырдыңыз, дұрыс па? Енді до конца түсініңіз. Енді мен сізге айтайын. Уәде бердің ба? Еркекше, уәдеңде тұрасыз. Тұрмайсыз ба? Мен TikTok бар ма, Instagram ба бәріне саламын. Уәде етіп сіз сөйлесіңіз. Заңсыз болатын болса мен сізді сотқа беремін. Мен сізді сотқа беремін. Мен сізді уәде бергеніңіз қайда? 2 ай менің баламды 2 ай үйде ауру қылып ұстап отырып, 2 ай маған уәдеңізді бергенсіз. Птектің бастығымен сөйлесіп, болды. Мен жатқызбай-ақ өткізіп берем дегенсіз. Мен осы жерде тұрған. Өз аузыңызбен айттыңыз. Алдын ала ауру емес. 2 айдан бері ауру болып қалды, осы уәде бергені ауру болып қалды. Сіз қараңыз. Алдын ала ауру болған жоқ па? Бұл баланың ауырып жатқанына 4 жыл болды. 4 жыл емес, даже 8 жыл болды. 8 жылдан бері мен бармаған жерім жоқ. Жоқ, сіз айтып тұрсыз ғой жаңа маған. Мен 8 жылдан бері бармаған жерім жоқ. Бармаған соң мен сенің алдыңа келдім, дұрыс па? Келгеннен кейін барып мен саған айттым. Қашан қойдыңыз сіз? Қашаннан бері тіркеуде бар бұл бала. Бармақ, мен тіркеуде. Жоқ, сіз айттыңыз. Шыносқа сөйлесе қойған жоқсыз ба? Сіз айттыңыз. Қай тіркелейін дегенде шыносқа тіркел, шыноспен сөйлесеміз дедім, дұрыс па? Мен шығарып шыносқа тіркедім. Одан бері біз Рауанда тіркелгенбіз, Талғатқа тіркелгенбіз. Бәрі біледі мен балам жайлы. Ақпарат жетеді. Ал сен данныйын түрттің ғой менің артымда. Давайте, шығыңыз, мен де шығамын. Басқа сұрағыңыз жоқ па? Басқа сұрағыңыз жоқ па? Мен сізге айтайын. Болды, до конца барам. Басқа сұрағыңыз бар ма жоқ па?